Достар, сіздермен бірге D-блогер арнасы. Бүгін біз FIFA Mobile дейтін ойынды ойнайтын боламыз. Міне мен бүкіл жерден өтіріп ең бірінші басындағы сатыға басайын деп жатырмын. Сіздерге арнап осы ойынды түсірейін деп жатырмын. Негізі мен бұл ойынды көп ойнамаймын. Басында бұрынғы версиясында ойнаған болатынмын. Бірақ осы версиясында білемін ойнаған болатынмын, бірақ маған ұнаған жоқ. Бірақ сіздер үшін осы FIFA Mobile ойыны ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться деген кнопканы басуларыңызды сұраймын. Егер ұнаса, комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі бөлімін түсіретін боламын. Ал қазір ашылсын. Қазір обучение дейді, яғни үйреніп аламыз шамалы. Негізі білемін, сонда да осы обучениеден өту керекпіз. Тек тебуіміз ғана керек бұл жерде. Мына жерде тағы тебуіміз керек. Бұндайлардың маңынан өткен ең оңай заттар болады. Ең оңай заттар. Бірде керемет. Өтті. Мен негізі қатпау керек еді. Бірнеше ұстап тұр. Бірақ шамалы қатып жатыр менде. Сіздерге білінбейді деп ойлаймын ол. Негізі осы ойынның эмблемасынан неге Неймар, Дибала, Де Брюйнені таңдаған екен деймін. Негізі бұны түсіріп, басында мен сіздерге песті түсіргім келген еді. Ұзақ жаздым песті, 1 сағат отырдым. Соны жазғанның өзінде вообще интернет қуған жоқ, сонда да негізі ашқан жоқ. Мен оны жазылатын жазылмайтын. Бірақ менде әйтеуір пеш жазылған жоқ. Бір жақ сондықтан деп те ойлаймын. Жақсы, мына игрокқа беріп керемет гол тығады. Және қайтадан бір кореец гол соқты. Керемет, бәрін керемет өтудеміз. Негізі сіздер ал мына игрок беріпті 69 Джолинтон дейді. Бразилия сапында ойнайтын, Хофенхаймда ойнайтын. Мұнда ойыншыларды жақсы көремін. Ал қосаяқ енді. Ал қосаяқ составымызға бұны. Бәсе мынақта екен осы. О, керемет. Алмастырдық. Көрдік қой қандай екен. Осы жақсы бірақ. Негізі жақсы. Негізі ускорение 76-67. Негізі жақсы деп ойлаймын. Интернет қатып отырған сияқты. Қайдағы неге қатып отырмайды? Қазір қатпашы.
міне шықтық. Жақсы, енді шығып келесі бөлімін егер сіздерге ұнайтын болса түсіретін боламын. Мен бүкіл заттарды өтіп сіздерге келесіде фезатака немесе мен равная играны ашуға тырысып көремін. Егер сіздер осы видеоның астында 9 лайк жинасаңыздар, соны түсіретін боламын. Сіздермен бірге болған Деблогер арнасы. Сау болыңыздар.